Terror. Қайдан? Неге? Кім? Не үшін? Қайда? Қайдан? Неге? Кім? Не үшін? Қайда? Ақтау, 2010 жыл, 22 маусым. Қатаң тәртіптегі колониядан бір топ тұтқын қашты. Кейбір дерек бойынша кәнігі қылмыскерлер мен кісі өлтірген жазасын өтеушілер экстремистік негіздегі діни топ мүшелігінде болған. Алматы, 2012 жыл, 17 тамыз. Алматы маңайындағы Таң саяжай поселкесінде ішкі істер қызметкерлері арнайы операция жүргізді. Таусамал поселкесіндегі жарылысқа қатысы бар топ құқық қорғау органдарына өз еріктерімен берілуден бас тартты. Полицейлерге оқ атып, қарсылық білдірді. Арнайы операция кезінде 9 адамның көзі жойылды. Ақтөбе, 2011 жыл, 17 мамыр. Қаланың нақ ортасында лаңкестік оқиға болды. Жанкешті ұлттық қауіпсіздік департаментінің ғимаратында өзін-өзі жарып жіберді. Ақтөбе облысы, 2011 жыл, 1 шілде. Темір ауданында полицияның 2 қызметкерін өлтірген экстремистік топтың 9 мүшесі жойылды. Құқық қорғау құрылымына қарсылық көрсетіп, қару атқан қылмыскерлердің дені жастар. Атырау, 2011 жыл, 31 қазан. Қалада 2 жарылыс болды. Алдымен көшедегі қоқыс жәшігіндегі жарылғыш іске қосылып, тұрғын үй аумағындағы жанкешті өзін жарып мерт болды. Атырау қаласындағы жарылысқа қатысты 4 күдік ұсталды. Осы террористік актіні халифат жауынгерлер ұйымы мойнына алды. Тараз, 2011 жыл, 12 қараша. Қала ортасында жанкешті 7 адамды өлтіріп, қанды қырғын қылды. Олардың арасында жазықсыз құрбандар. 34 жастағы қылмыскер жихадшы болып шықты. Ұсталған бойда өзін-өзі жарып жіберді. Есіңде болсын, адам өмірі ең басты құндылық. Ал шынайы дін адам өлтіруге жетелемейді. Өзіңді алдауға жол берме. Экстремизм мен терроризмге жол жоқ. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының тапсырысымен